Ассалаумағалейкум, құрметті арнамыздың көрермендері. Бүгінгі бейне блогымызда Құттық баба кесенесіндегі баба ұрпақтарының жылдағы кезекті жиыны жайлы айтатын боламыз. Биылғы жылғы дәстүрлі жиынның кезегі Құттық бабаның Түркістан облысы Шымкент қаласында тұратын ұрпақтарына келген екен. Жалпы Құттық баба ұрпақтары Қазақстанның оңтүстік облыстарында, атап айтар болсақ, Түркістан, Жамбыл, Алматы облыстарында кең таралған екен. Міне бүгінгі күн Құттық бабамызды ұлықтап, кесенесіне кеп, жалпы өткізілген іс-шараларға жоспарлар жүргізіліп, әруақтарға Құран оқытылып ас беріліп жатыр міне. Болашақта да осы біздің ұрпақтарымызға үлгі, сабақ, бізде қашанда бауырларды, ағайындарды ұмытпаймыз. Осындай күндеріміз көп болсын деп, жарқын болсын балалардың болашағы, ұрпақтарың деп тілектеспіз біз бәрімізде. Дәстүрлі кезек жиынның басы үлкен қария ақсақалдардың тілек батасымен Құттық баба ұрпақтарынан шыққан құрметті азаматтардың ақ жарқын тілектермен және естелік әңгімелермен басталды. Жиынға келген Құттық баба ұрпақтарының молдығы олардың баба рухына тағзым етіп, Құран оқытып қана қоймай, өзара танысып, білісіп, ауызбіршілік пен сыйластықтың жарқын символындай көз сүйсінтеді. Абай атамыз айтпақшы, біріңді қазақ, біріңді дос, көрмесең істің бәрі бос деп, осы қазақ халқының бір-біріне көмек көрсетіп, демеп, жақсылығын асырып, жамандығын жасырып, ауызбіршілікке үндеуінің жарқын бір көрінісінің бірі бүгінгі Құттық баба ұрпақтарының кезекті дәстүрлі жиыны. Бүгін міне Алланың арқасында Құттық баба атамыздың кесенесінің басында тұрмыз. Бүкіл ағайындар бәріміз жиналып, амандасып, амандығымызды біліп, басымыз қосылып жатыр. Алла тағала соны ажыратпасын бірімізді. Енді осындай жиын тойлар көбейе берсін, балалар аман болсын. Жылда осы жерге басымызды қосып жинала беруімізді Алла тағала нәсіп етсін. Аман болайық. Енді артымыздағы балалардың мәртебелері өсе берсін, үлкейе берсін, шыққан таулары биіктей берсін. Бұдан кейін дәстүрлі жиын Құттық баба шежіресін жинауға ат салысқан азаматтарға және осы Құттық баба ұрпақтарынан шыққан құрметті, елімізге сыйлы, түрлі салаларда жемісті еңбек етіп жүрген азаматтарды марапаттау рәсімі болып өтті. Жалпы Құттық баба шежіресі 2011 жылы шыққан бірінші нұсқасынан кейін екінші рет жаңартылып, жаңа деректер енгізіліп, жаңа нұсқасы шыққалы жатыр. Жаңа нұсқасына соңғы 10 жылда өмірге келген Құттық баба ұрпақтарының есімдері еңбекші. Бұл дегеніміз келешек жаңа буын жас ұрпаққа жеті атасын шыққан тегін білу үшін өте құнды мәлімет деректерге толы осы шежірені кітаптың берер пайдасы мол деген сөз. Осы шежіре кітапты жинау үшін, тигізген еңбегім үшін осы каналдың авторы, яғни маған да Құттық баба қорының президенті Қуатбеков Еркінбек ағамыздың қолынан алғыс хат алу мәртебесі бұйырған екен. Құттық баба шежіресінің авторы және осы шежіренің толық жиналуын қадағалап жүрген түркістандық Данияр Оразымбетов ағамыздың орасан зор еңбегін айтпай кетуге болмайды. Құттық бабадан тараған 9 ұлының ұрпақтарының мәліметтерін толықтырып жинақтау және баба ұрпақтарының шыққан көрнекті мемлекет пен өнер қайраткерлері, ғалымдар мен түрлі салаларда жемісті еңбек еткен тұлғалардың өмірбаян деректерін жинап, оларды
кітап қылып басып шығару орасан зор еңбек пен қажырлы қайратты талап етеді. Шежіре кітапты жинау кім көрінгеннің қолынан келе бермейтін жауапкершілігі өте зор жұмыс. Міне осындай шараға жетекші болып жүрген Данияр ағамыз абыройлы, еліне сыйлы азамат. Ассалаумағалейкум, Құттық баба ұрпақтары. Мынау бүгінгі Құттық бабаның рухына арналған 12-ші асы беріліп отыр. Бұл асқа Түркістан облысы, Шымкент қаласының құттықтары бірлесіп дайындалды. Енді шежіреге келетін болсақ Құттық бабаны, бұл 1998 жылдан басталған нәрсе. Шежіренің дайындығы Шымкент қаласында 2005 жылдан басталды. 2009 жаңа аспасында толық айтылып кетті шежіренің тәртібі туралы. Енді мынау бүгінгі шежіреге келетін болсақ, бізде шежіреде көптеген ағайын туғандардың ескерілмей, білмей қалып кеткендері бар. Соны қосып, шежіредегі кемшіліктердің бәрін толықтырып, шежірені үлкейтіп, көбейтіп, Құттық бабаны рухы үшін, тәрбие үшін, кейінгі жастарға үлгі болу үшін көптеген іс-әрекеттер жасалып отыр. Мына Құттық бабаның кесенесі қазір толық мемлекеттің қарамағына өтті десек те болады. Себебі Құттық баба кесенесі Әділет департаментінде тіркеліп, Құттық баба қорының кесенесі болып есептеліп отыр. Құттық бабаға үлес қосқан ағайын туғандар өте көп. Қазір бір айтарымыз, осы Құттық бабаның ұлағатты азаматтарының, аталарымызды, бабаларымыздың еңбектерін, ғалымдарды, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және білім саласындағы, медицина саласындағы көптеген салада қызмет етіп жатқан Құттық бабаның әулеттерге білдіріп, қандай үлкен азаматтары бар екендігін кейінгі ұрпаққа үлгі ретінде тастап кетсек болар еді. Енді Алла бұйыртса, мына Құттық бабаның 2-ші басылымы дайындалып жатыр. Әр 9 әулеттің, ұрпақтың шежірені жинақтайтын азаматтары жинақтап, толықтырып, ұлағатты адамдарымызды, аталарымызды, бабаларымызды қазір дайындап іске қосып жатыр. Енді Алла бұйыртса, Құттық бабаның тағы толықтыру үшін Өзбекстандағы Орталық Азияның орталық мұрағатына барып, сол мұрағатынан Құттық баба қатынасты мәліметтерді, ақпараттар жинақтауға, дайындалуға барамыз. Марапаттау рәсімінен кейін Құттық баба рухына арнап Құран бағышталды. Осыдан кейін әр облыстан арнайы келген Құттық баба ұрпақтары мен қадірлі қонақтар Түркістан облысы мен Шымкент қаласында тұратын бауырларымыз арнайы жайған ақ дастарханға жайғасып, дәмді астан дәм татты. Біз Шу ауданы Абай ауылынан Құттықтың ұрпағымыз Елубайдың 100 жасар, 1000 жасар деген ұрпақтары Абайда, 5 ата. Міне бүгін осы Құттық бабамыздың асына келіп отырмыз. Сол ауылдан біраз жігіттер, мынау Камал деген, Бақа деген жігіт, тағы 4-5 жігіт бар. Сол кейінгі жастарды алып келдік, көрсін, ағайынды көрсін, кесенені көрсін деп, білсін, қандай жағдай болашақта алдыда істейтін шаруаларға бір жобалап, жоспарлайтындай жағы үлкен кісілермен, ағалармен танысып, сондай шаруамен кеп қалдық мұны. Мынау бүгін оқыған құрағымыз бабамыздың аруағы тие берсін, артында ұрпағы елді тамам болсын. Осы енді біздің келген жағдай. Бүгінгі енді рахмет, көршілес жатқан облыс, Шымкент облысынан, Түркістан облысынан келіп Құран оқытып отыр Құттық бабамызға.
мына оқыған Құран дұғасы, мына Баймет Құттық бабаларымыздың аруағына тие берсін. Рызамыз, көріп жатырмыз. Мына келесі жылы Алла қаласа шулықтар келіп, осында Құран оқытамыз деген ойдамыз. Құдай қаласа әке оқытамыз. Қабыл болсын ниеттеріңіз. Құттық баба қорының президенті Қуатбеков Еркінбек ағамыздың осы қорға байланысты іс-шаралардың уақытылы ұйымдастырылуын қадағалап, сонымен қатар осы Құттық баба кесенесінің жылдағы жөндеу, әрлеу, абаттандыру жұмыстарын және осы қордың заңды түрде тіркелуін жүзеге асырған еңбегін атап айтқымыз келеді. Ал құрметті ағайындар, бүгін мінекей Құттық бабамызға арналған үлкен жиын өтті. Артынан ас берілді, Құран бағышталды. Соның бәрі қабыл болсын. Енді Құттық баба қоры 10 жылдан асты құрылғанына. Жұмыс істеп жатыр. Мінекей жылда осылай ас берілді. Менің Құттық баба қорының төрағасы қылып сайлағанына міне 2 жыл болды биыл тура. Біраз жұмыс атқардық. Біріншіден, Құттық баба қоры сөз жүзінде болған. Соның бәрі мен заңдастырып, мемлекеттік тіркеуден өткізіп, юстициядан өткізіп, қазір заңды тұлға болып бекітілді. Печати бар, расчетный счеты бар, енді заңды тұлға. Еркінбек ағамыз Құттық баба қорының қазіргі орналасқан жер телімін мемлекеттік тіркеуге енгізіп, заңдастырып, және осы қордың заңды тұлға ретінде тіркелуін жүзеге асырды. Сонымен қатар Құттық баба қоры түрлі қайырымдылық шараларды жүзеге асырып, Жамбыл облысындағы аудандарда тұратын тұрмысы төмен 80-нен астам отбасыға азық-түлік өнімдерін тапсырып көмек көрсетті. Және бір ескеретін жайт, Еркінбек ағамыз жеке кәсіпкер ретінде өзінің туған ауылы Майтөбе ауылында спорт алаңын салып бергені ағамыздың қолы ашық, атымтай жомарт азамат екенін көрсетеді. Құттық баба қорының басты міндеті ол көмек көрсету. Мұқтаж азаматтарға 86 отбасына бір азық-түлік сертификатын тапсырдық. Тапсырғанда мінекей Шу ауданынан 10 семья отбасы, Жуалыдан отбасы, Белекөл ауылынан, Майтөбе ауылынан, Ерназар, Өрнек, Аса, Бауыржан Момышұлы, бірлес Өңбек деген ауылдардан 86 семьяны осындай жақсы жұмыстармен қамтыдық. Бәрі риза болды. Енді ондай жұмыстар жалғастыруға болады. Оның бәрі қаржыға кетіреді, әрине келешекте оның бәрін жалғастырамыз деген ойымызда бар. Сөйген екінші міндеті мынау кесенені күту, баптау, жақсы жағдайда ұстау. Оған да қазір қолымыз жетіп жатыр. Ремонт жасап жатырмыз, краскілеп жатырмыз. Мынау саябақ орындықтарын орнаттық, свет жүргіздік, трансформатор қойдық. Қазір өзіміздің тұрақты түрде насоспан алатын суымыз бар. Соған талды суға тұрамыз. Сондай тірліктер істеліп жатыр. Келешекте басқа да пландар бар. Басқа да елге қайырымдылық көмек көрсету планымыз да бар. Оның бәрін орындауға, если ағайындар қолдаса, халық қолдаса, оның бәрін орындауға болады. Осындай тірліктер істеп жатырмыз. Рахмет. Құрметті көрермендер, техникалық ақауларға байланысты дыбыс жазу құралының істен шығуына байланысты кейбір бауырларымыздың берген сұхбатын каналымызға салу мүмкін болмады. Сол үшін сіздерден алдын ала
кешірім сұраймыз. Құрметті арнамыздың көрермендері, біздің арнамызды бейнеблогтарды көретін көрермендердің 85% арнамызға тіркелмеген. Бұл жерде 15% көрермендеріміз ғана арнамызға тұрақты тіркеліп, видеоблогтарымызды көреді екен. Алдағы уақытта арнамызға тіркеліп, видеоларымызды тұрақты көретін көрермендердің қатарында сіздерді де көргіміз келеді. Арнамызға тіркеліп, қолдау көрсететіндеріңізге кәміл сенеміз. Бүгінгі бейне блогымызды қорытындылай келе, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының ағайын деген өлеңімен түйіндегенді жөн көрдім. Аманыңда елжіреп, мақтайтын да ағайын, алыстамай айналып, жақтайтын да ағайын, аурыңды жеңіл ғып, жақтайтын да ағайын, еркелетіп бетіңнен қақпайтын да ағайын. Жаман атақ бойыңа тақпайтын да ағайын, тарыққанда рахым ғып, сақтайтын да ағайын, сабыры қалмай сағынып, жүретін де ағайын, есіне алып елжірей, білетін де ағайын, мақтанғанда шаттыққа бөлейтін де ағайын. Биылғы кезекті жиын асты ұйымдастырған Түркістан облысы мен Шымкент қаласында тұратын бауырларымызға Алла разы болсын деп рахмет алғысымызды білдіреміз. Және осы игілікті дәстүрлі іс-шараның Алла қаласа алдағы уақытта жалғасын табатынына кәміл сенеміз. Құрметті көрермендер, біз сіздермен қоштаспаймыз. Тек келесі жолыққанша Алла амандығын берсін ағайын дейміз.